осы сұрақты қоймаса екен деп едім, бірақ по-любому бәрін білгілеріңіз келіп тұрады. Екі құдағи ұрысып қалды. Екеуі сөзге келіп қалды. Біздің мама Танчоны өз қызындай көрем деп еді. Ар жақтан құдағиы, ол менің қызым, ойшым сенің қызың, сен келінің, анау мынау екеуі ұрысты. Той жасамаймыз деп шештік. Сосын екеуі кішкене достасып еді, тойды жасайтын болып шештік. Бірақ сонда да мен тойларыңа бармаймын деді. Сосын сіз бармасаңыз мен де бармаймын деп Танчо шықты. Сосын кейін Танчоға бармайтын болсаңыз онда мен де бармаймын мама деп Әлем шықты. Сонда бәрін деп осы сұрақ неге қойылмай жатыр деп едім, міне келді. Кезінде мен бір сұхбат бергем, сол сұхбатта балам дүниеге келгенде Қазақстанның қалаларын аралап, орталық мешітте мал сойдырып, Құран оқытамын деген уәдем бар. Енді ол сұхбатты берген кезде мен балам ноябрьде дүниеге келеді деген ондай ойымызға да келіп шыққан жоқ. Енді қазір уже қыс. Бала дүниеге келгеннен бастап мен не только қала аралау, мен даже телефонға жауап бере алмайтын состояниеда жүрдім. Бақыттан басымыз айналып. Енді бала кішкене өссін, күн жылысын, міндетті түрде мен қалаларды машинаға отырып аралап, орталық мешіттерде мал сойдыратын боламын. Бірақ білмеймін, одан сіздің өміріңізде не өзгереді, бірақ ол уәдем. Тойға мен қанша ақша шашып той жасадым деп сұрап жатырсыз ба, әлде тойға келгендердің, бергендердің деп сұрап жатырсыз ба деп тупит етпей қойын, е? Той шашу қанша түсті дейсіздер? Ну енді примерно болды осы ғана. Ол тыңдап отқандар ше. Жүрді ғой тойда, ой алла. Тағы сұрақ бар ма десем, осындай сұрақ қойыпты. Шешесінен емес, әкесінен сұрайын дедіңіздер ма? Коликке бітті, по-моему. Түнгі сағат 3-те деп жұбатып әйтеуір. Ол күндерді өткіздік қой. Кімге ұқсайды дейді? Адамға. Шым отырын дейсіз ғой, телефоныңыз түкірек боп. Негізі кеше бір кісі айтып еді, ең бірінші балаға көз тиетін болса, ол жан жақтағы адамның емес, бірінші әке шешесінен көз тиіп кетуі мүмкін деп. Соны естіп аламыз, бізде әйтеуір жаным күнім деп отыратын еді. Қазір жаман бала, какай бала, не қарайсың деп арасында ұрсып қоямыз. Сосын деген кез ойбай жаным деп. Өздеріңіз қазір ғана айтып отырсыздар, ойбай тіл көз тиеді, көп көрсете берме или айта берме деп. Негізі көрсетіп жүрген жоқпыз, бірақ айта берме дегеннен кейін өздеріңіз сондай сұрақтар қойып жатсыздар. Жалпы Әлемтай кішкене өссін, бірге келсін, содан кейін көресіздер ғой. Әлі жалғастыр көріпте. Аман есен өсіп басында, қазір енді ол әлі бөпе ғой, бөпе. Жаным, есін саңып кеттің. Ал не болды ал? Ал саңып қалма, не болды? Жонышқаға махаббатым ашылып отыр. Мынау гүлді өзімнің емес, Әлемтайдың атынан сыйлайын деп жатырмын. Бірінші рет мынандай анашыма деген хатпен Әлемнің атынан Жонышқаға. Шолпан жеңге, тойларыңыз құтты болсын, біз сіздердің әрдайым қуаныштымыз. Елдос туған құтты болсын дейді. Биыл енді Әлемнің папасы мен мамасы туған күндеріңіз құтты болсын. Бүкіл ел тілекші болды. Әлем дүниеге келді. Шүкір Аллаға, болашағы жарық болсын. Қуанып жүр, қала бол. Екі күннің бірінде бір жаман жаңалықтар болады ғой, бірақ Инстаграмда жоқ болып кеттің. Себебі бақыттан басымыз айналып жүр, миымыз ашып баламен. Бала жылайды, күлет, сиет, тышат, жуындырамыз, мамасы емізет, папасы ұйықтатады, ағығы дейді, өл дейді, общаться етіп жатамыз, сонымен күніміз өтеді, Инстаграм жайында қалады. Тірі екенімізді білдіріп арасында шығып тұрамыз, ал контенттің көкесі бала өскеннен кейін болады. Пока түсініп қараңыздар. Орындалады. Таңшолпан әпке балаға қара деп арасында ұрсады ма дейді. Маған ұрсады Елдос, арасында балаға қарасай деп. Бірақ мінезі ауыр Танчо. Бірақ арасында мен андай ұрсқан сияқты дауыспен сөйлеймін. Қарасай балаға деп. Атак ұрссаң айырады. Арасында негізі көбінесе балаға қарайтын мен. Давай Әлемнен сұрайық. Әлем кім? Папа. Әлем жылауықпа дейді. Шешесінен алмайды. Жыламайды. Мужик қой. Мен жылайды деген жоқпын ғой. Мен просто шешесінен алмайды дедім. Мен жоқпын ғой. Шешесінен алмайды. Я, түрі де маған ұқсайды. Құры барары. Маған ұқсайды. Шық үйден. Әлем кілтте болды. Шық кетпа. Бұл сұраққа конкретно Жонышқаның өз жауап берсін. Танчо туып берсең болды, өзім қараймын деген едің, қарап жатсың ба дейді.
Сіз ба? Иә. Примерно дедім ғой, болатыр. Еба, енді мә қараймын енді. Міндет па еще? Міндет па? Шаршап кеттім, ұйықтап алайыншы, қараңызшы деген кезде мә қараймын. Балаңызға ұрсам мен, маған бәрібір. Ұрысып көр тура. Онда қараңыз. Әлем ескілді. Неғып отырсың, кетші бар, өзіміз тұрамыз үйде. Папа деш? Папа деш? Мақұл, 4 әріп. Әке деш, 3 әріп. Әке деш? Әке. Ел деш, ел. Ел. Елдос деген ел деш, қайда? А деш, қайда? А. Әлем, бір көріп ғашық болдым саған. Жүрегімде от жалындаған. Енді жанымнан кетпеші, мен сенен сұранам. Енді сен айт, давай. Папа. Айта ғой. Ой, ойла. Несіне. Құрда жүрсің ба? Менше. Жоқ, менше емес, онда үйрен самай атыр кішкене. Шашында ағартқан өзі негізі. Шындағы кім ағартқан? Несі слабый. Еще мен так қосылды мені. Не дейді витамин ба, не дейді бойында витамин слабый. Иммунитет слабый. Айын жұрт бұйырды бәріне. Мен вообще қатысым жоқ. Мен шашында. Яғыма шайтаны шарына сақта, патшаның қағарына сақта, тозақ отына сақта, бәле жалана сақта, яғылы пендеге пендемін ба дейтін. Бұл сөзіміз мағынасына алғызып аламыз, түсінбейміз, кейін бар түсіндік. Шынында да бір ауыр сынақ ол пенденің пендеге болып батқан бой жатыр екен, я болмаса күнің медсестраға түсіп, күнің дәрігерге түсіп, пендеге пенде болуын сол екен. Құдай сондай сынақтардан баршамызды сақтасын Алла тағала. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Адамзат бүкіл планета бүлініп жатқан кезде осы соғыстың өрті әртүрлі фитна біздің еліміздің Қазақстанымыздан айналып отырсын. Алла тағала еліміздің тізгін ұстап отқан ағаларымызға, Қасым Жомарт ағаларымызға Алла дұрыс шешім қабылдайтын тауфиқ хидаят беріп, елін жақсылыққа, береке бірлікке бастайтын осындай Алла берекесін сәтін салсын деп Құдайдан тілеу біздің сүннәти міндетіміз екен, мұсылманшылық міндетіміз екен. Ендеше сондай тілектер тілейміз. Қош келдіңіздер, арқа жарқа отырыңыздар. Иншалла Құдайым берген дәм көрісіп жатырмыз. Көп уақыттарыңызды алмаймыз. Thank you.